Я құрметті көрермен, әсемәнен кейін біз бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен болса, қайырлы таң дейміз, өмірлеріңіз нұрлы, жүздеріңіз шуақты болғай. Сонымен қатар бүгін біздің студиямызда мерейлі мейман бар екен, таныстырып өтейін. Бауыржан Момышұлы атындағы номері 45-ші Қазақ классикалық гимназиясының 10-шы сыныпта аяқтап жатқан оқушысы, биыл 11-ші сынып болады. Әмірбек Тоқтар, қош келдің. Таңғы көңіл күйің қалай? Керемет. Енді бүгінгі біздің негізгі тақырыбымыз жалпы достыққа бағытталып отыр. Кеше өзіңмен эфир алдында сұхбаттасқан уақытта енді бүгінгі таңдағы жалпы достыққа деген адалдық, достыққа деген шынайылық туралы әңгімемізді бастасақ. Бастайық. Негізінен өзімнің достарым туралы енді қазіргі уақытта біз жаңадан бері айтып жатырық, енді өзің үшін тұратын достар деп жатамыз, болмаса сондай бір енді жастар арасында бар, басқаша айтқанда қазір айтудың қажеті жоқ шығар, керек кезде енді таппай қалатынымыз бар. Сол туралы кішкене айтып. Жалпы дос дегеніміз енді өмірдегі бағаланбайтын ең құнды жәдігерлердің бірі ғой. Достар енді бөлінеді. Адал достар, уақытша достар деген сияқты. Шыны керек, дос дегеніміз басың әс түскенде, бір қуаныш келген кезде нағыз қасыңнан табылатын адам деп ойлаймын. Себебі сол кезде нақты ажыратылады да, кімнің дос екені, кімнің қас екені. Одан кейін өзім достарым жайлы айта кетсем, шүкір, достарым көп, барлығы жақсы, барлығымен тығыз байланыстамын, жақсы араласамын. Одан кейін көбісінде айтып жатады, ұл мен ұлдың арасында және ұл мен қыздың арасындағы достық. Сол ұл мен қыздың арасындағы достыққа көбісі сене бермейді. Өз басым сенемін. Өзімнің ұл достарым да, қыз достарым да көп, шүкір. Негізінен енді осы өңіріміздегі мектепте оқығаннан кейін мүмкіндігінше қалада өскен шығарсың. Иә, қалада өстім, осы қаланың кімін. Сол бір қалада енді мөлтек аудандарда бір жас кезіңнен, мектеп кезінен бірге өскен достарың туралы айтып, естеліктермен бөлісіп, атын атап түсін түстеп сәлем жолдап қойсаң. Иә, мектеп кезінде, кішкентай кезінен бастап өсіп келе жатқан достарым да болды. Сол мөлтек ауданда тұрған кезінде енді бір аулада ойнағасын барлығымен енді тығыз байланыста болдық. Bir жерде ойнап, бір жерде күліп, жақсы араласып кеткесін енді олар әрдайым ыстық болып тұрады. Қай жақта жүрсең де, басқа қалаға барсаң да, басқа жерде жүрсең де, олар әрдайым есіңде тұрады. Ал мектеп кездегі достарымды айтсам, енді бір досым мысал келтірейін. 11 жыл оқып келе жатқан досым бар. Ол достарымнан келтіретін болсам, Әмір деген досым. Ол досыммен 5-ші сыныпта бірге жарыстарға барып, одан кейін сол досымен бірге келе жатып, сол досымен бірге көтерілдім десем болады. Жақсы-жақсы жетістіктерге жеттік. Жалпы осы. Ал қыз достарымнан мектеп барысындағы белгілі бір? Иә, мектеп барысындағы, мектеп қабырғасында жүріп, жеткен жетістіктер, одан бөлек мектептен тыс жеткен жетістіктеріміз сол досыммен бірге болды. Енді айтсам көп, бірақ сол біреуі дегенім ғой. Мен не үшін айтып жатырмын деп ертең эфирден кейін айтып отқасын. Енді 10-шы сыныпты бітіріп 11-ші сыныпқа аяқ басып жатсың, мектепті де тамамдайтын уақыт жақындап қалды. Одан кейін қасындағы жолдастарыңмен бір араласып тұрайық деген секілді әңгімелер айтылатын шығар қазір. Иә, енді көзден кеткен көңілден кетеді дегенде бар ғой. Қазір енді әзірше жүрміз, бір мектептеміз, бірге араласамыз. Енді мектеп біткеннен кейін, енді біз сөзбен айтқанымен бәрібір Алланың қалағаны болады ғой. Әркім өз бағытымен кетеді, әркім енді өз жолымен кетеді дегендей. Сонда да енді барынша достығымды сақтап, жақсы тығыз араласуға тырысамыз. Нағыз дос енді ол ештеңеге қарамайды деп ойлаймын. Мектеп бітсе де, қанша жыл өтсе де арада. Өзің қай мамандықты таңдағалы отырсың енді? Өзім негізінен журналистика немесе IT. Арасы тым алшақ екен. Тым алшақ, иә. Журналистика енді өзім ұнататын бағыт, IT өзім айналысып жүрген бағытымен кетемін. Екеуін бір арнаға тоғыстыратын қандай дүние, ортақ дүниелер бар ма? Тоғыстыратын. Осы екі саланы бір арнаға тоғыстыра, бір оқпен екі қоян атады ғой? Білмейді екен, мен бір жағынан өзім мектеп қабырғасында журналист болып, жүргізуші болып, солай да жүрем. IT өзімнің бағытым, осы айналысып жүрген бағытым. Экранмен жұмыс жасау, камерамен жұмыс жасау, суфлермен жұмыс жасау, бұл саған демек таңсық бір дүние емес болып тұр ғой.
жоқ, жалпы камераға түсіру және камераға түсу өзімнің хоббиім. Өзімді түсіремін және түскенді ұнатамын. Сол себепті екеуі де жақын маған. Енді қазір жастардың арасында әлеуметтік желіде белсенділік танытып, өздерінің өмірлерін салып, сондай қызықты ақпараттар жайлы айтып жатады ғой. Осы арқылы кішкене дамытып көріп жатырсың ба өзің? Өзімді, иә, Instagram желісінде белсенді барынша дамытуға тырысамын. Өзім қазіргі таңда мотобиография саласымен айналысамын. Жалпы байланыстыратын осы мотобиографиямен осы өзімнің қызығушылығым, осы екеуін байланыстыратын. Сонымен әзірге белгісіз қай мамандық екені. Тағы бір сауалым. Дәл өзіңдей екінші адам болса, оны дос деп қабылдар ма едің? Демек, сенің бойындағы бар болмысыңмен бар қасиетпен келесі адам. Дәл өзіңдей адам. Дәл өзімдей мінезіміз сәйкес келмейді ол. Жоқ, дәл өзіңдей адамды дос тұтар ма едің? Сәйкес келмейді деп ойлаймын мен. Екі адам бірдей мінезімен жараспайды ғой. Достар енді бөлінеді ғой. Біреуінің мінезі ашушаң болады, біреуі сабырлы болады. Сол бір-бірімен байланыстыратын. Біреуі бас бір-бірін толтырып отырады. Сол сияқты достардың мінезі бір-бірімен сәйкес келмегендіктен жалпы достарды байланыстыратын сол мінез ғой. Біреуде шатақ мінез болады, біреуінде бір сабырлылық болады. Сонысымен көзге түсу арқылы бір-бірімен жақсы дос болады. Сөзің аузыңда бізге хабарласқан көрермен бар екен. Құрметті көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрдық. Құрметті көрермен, сіз байланыстасыз. Құрметті көрермен, сіз тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң, Жамбыл жұртшылығы. Қайырлы таң дейміз, тамаша. Көрермендеріңіз, Қостанай облысында киелі Қарт-Торғай жері ұлтымыздың рухани көсемі, қазаққа алғаш әліпби ашып берген Ахмет Байтұрсынның тікелей ұрпағымын. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты деп жырлаған Мыржақ Дулатовтың елінен хабарласқанмын. Есімім Гүлсана болады. Енді мынау бүгінгі күндеріңіз тек қана сәтті болсын, шығармашылық табыста болыңыздар, еңбекте жемісті болыңыздар. Алла не қаласаңыздар да соны алдарыңызға биік төгіп бере берсін дегім келеді. Және де мынау осы бағдарламаларыңызды пайдалана отырып, ұлт көсемі атам, өзімнің атам ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынның атамның 150 жылдық мерейтойы биыл жылы кең көлемде аталып өтіледі. Сондықтан жалпы Қазақстан бойынша Ахмет жолы деп аталып жатыр әрине. Сондықтан мен өзімнің атама жүрек жарды бір шумақ өлең жолымды арнасам дегім келеді. Тамаша, әрине. Егер рұқсат болса. Әрине. Арнадым ата бүгін мен шын жүректен бір сәлем, рухын қолдап жүрсін деп тағзым етем мәңгімен. Алыста алыс беймәлім жатырсыз ата тым жырақ, бейіті болса басында барарда еді ол бар ұрпақ деп өзімнің ұрпақтық арманында жазған болатымын. Енді мынау дос ажарың, жолдас базарың деп сіздер ғой. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Қазіргі таңда енді қазіргі таңда достар азайып кетті. Себебі саған сенің ісің жаман болып тұрса да, бірақ өтірік сені мақтап, жаңағы қалтаңда ақшаң көбірек болса, қазіргі таңда сондай заман болып кетті ғой. Сенде бар болса, жаныңда досың көп болады, ал сенде жоқ болып, сенің басыңа түскенде достың өзі санаулы болып қалады. Себебі бар кезінде ғана маңайында жүреді, ал жоқ кезінде ешқашан маңайынан табылмайды. Достың екі түрі болады деп айтамын өзі. Біреу адал дос, біреу амал дос дейді. Адал достар басыңа түскенде әрқашан жаныңда жүреді, ал амал достар ол сенің жаныңда кәдімгі барлық сенің қолыңда мысалға жұмыс істегісі келген кезде не болмаса ақша қолыңда сенің болып тұрса, мысалы жоғары жақта мысалы жұмыс істейтін әкімшілікте жұмыс істейтін болсаң, сіздің мысалы маңайыңызда адамдар көп болады да, ал егер де сіз жұмыстан шығып қалған жағдайда олар уже сізді шеткерлеп тастайды да, ал басыңызға бір іс түскен кезде сол көп достың біреуін таба алмай қаласыз да. Сондықтан айтады ғой, дос таңдағанда, мамандық таңдағанда және жат таңдағанда қателеспеу керек деп. Сондықтан дос таңдағанда әрқашан қателеспей, мынау достың ажарын, жолдастың базарын таңдағандарыңыз абзал деп айтқым келеді. Тамаша. Сіздерге сау болыңыздар. Әрине, алғысымызды білдіреміз. Бізге хабарласқан
бізге хабарласқан осы ұлт көсемі Ахмет Байтұрсын атамыздың тікелей ұрпағы Гүлсана ханымға жалпы ұжымның атынан өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Сізге де жалпы бағындар белесіңіз биік болып, өмірде жетістігіңіз көп болсын деген ізгі тілегімізді білдіргіміз келеді. Отбасыңыз аман, деніңіз сау болсын деп қоса кетейін. Тамаша. Енді сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ, жаңа сауалымыздың басы негізінен осы бір достар туралы айтылған болатын. Жалғастырсақ. Дос туралы айта берсе көп қой, досқа бір тақырыпты арнағанның өзі аздық ететін шығар деп ойлаймын. Енді бұл кісі айтып кеткендей, расымен де бұл кісінің сөзімен толық келісемін. Достың мысалы екі түрі болады, достар бірнеше түрге бөлінеді деп жатыр, бұл кісі айтып жатыр. Расында да дос тақырыбына келген кезде мысалы ойланатын тақырып. Достар амал достар және де адал достар болып бөлінеді. Және де уақыт өте келе, жылдар өте келе ол достар іріктеледі. Мысалы қазіргі кезде досым көп болғанымен, енді Алланың қалауымен болашақта ол достардың қаншалықты азаятыны, қаншалықты жанында қалатыны ол әлі күнге дейін белгісіз. Сол себепті жалпы досты байланыстыратын осы бағана айтып кеткен бірінші мінезі. Енді жақсы адам өзі жақсы болса, айналасындағы достарын да, айналасындағы ортасын да жақсы деп есептейді ғой, былайша айтқанда. Сол себепті енді дос деген мен үшін ыстық ұғым. Досты жалпы мен осылай түсіремін, осылай түсінемін. Және де ұл мен қыздың арасындағы достыққа өзім сенемін. Тамаша. Енді ұл мен қыздың арасындағы достық деп көбірек екімен түсіріп айтып өтсің. Дегенмен де енді бәрібір де айырмашылық болады ғой. Айырмашылық болады, бірақ кейбіреуі сенбегендіктен мен өзімнің көзқарасымды нақтылап айтып отырсың. Нақтылап айтып отырсам, мысалы айтып кеткендей, бағанағы 11 жыл бойы оқыған досым, есімі Әмір. Сонымен қатар 11 жыл бойы оқып келе жатқан, қазіргі күнге дейін оқып келе жатқан досым бар, жақын досым, қыз досым, есімі Айша. Ол бір мысалы, ол андай бір не емес. Айта кетсем, керек кезде көмектеседі, керек кезде жанынан табылады, сұрайтын кеңестерімді содан сұраймын. Көпшіліктің есебінде. Иә, көпшіліктің есебінде, қасымда отқасын, сол қыздан сұраймын. Ал жақынырақ әңгімеге тартқан кезде ұл досымнан сұраймын. Солай барлығымен тығыз байланыста болып отырамын. Достық махаббат қоласса қалай болады? Достық махаббат қоласса ондай болып көрмепті. Тамаша. Енді бүгін бізге келіп, осындай керемет ойларыңмен бөліскеніңе алғысымызды білдіреміз. Өзің де бүгінгі таңда эфирді пайдалана отырып, жаңағы достарының атын атап түсін түстеп, енді олар ренжіп жүрмесін, мен неге атамадым деп сәлем жолдап қойсаң. Барлығын айту енді көп шығар. Әрине. Соның ішінде арнайы Әмір мен Айшаға жалынды сәлем. Тағы тілектерің болса? Тілектерім. Достығымыз камераға ма? Достығымыз ажырамай, жақсы дос болып, бұдан ары қарай алдағы уақытта да достығымыз одан бетер жақсарып, сыйластығымыз әрдайым осындай молынан болып жүре берсін. Сіздерге де көп рахмет. Өзіңе де осында келіп, сұхбат беріп жатқаныңа көптен көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта тек қана сәттілік тілейміз. Ұлттық бірыңғай тестілеуден де өзің қалағандай балды жинауыңа тілектеспіз. Өзің қалаған мамандыққа түсіп, Қазақстанның болашақ мен дейтін азаматтарының бірі бола бер. Тамаша, осы білім бәйгесінде, өмір бәйгесінде бағындырар белесің биік болсын, алар асуың мол болсын деген сізге тілегіміз бар. Рахмет. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды жалғастыра отырып келесі кезекті әсем әнге береміз, ендеше бірге тыңдайық. Қабыл алыңыздар.